Окей. Дәл қазір біз студиялық жұмысты көрсетеміз, яғни мәтінді дайындап алдық. Қазір онлайн, яғни лайв осы жерде оның жеткізу әдісімен кішігірім флоу жағын қарастыратын боламыз, бірақ мәтін бізде дайын. Ол нәрсені студияда қалай істеу керек екенін кішігірім көріңіз. Студияда микрофонға келмей тұрып, негізі алдын ала кішкене мәтінмен жұмыс істеп алу керек. Микрофонға дейін сен кішкене битпен жүріп, өзіңнің мінезіңді тауып, микрофонға дайын болып келу керек. Бірақ бізде ондай қатты көп уақыт жоқ болды. Сол себептен бәрі бірден, бәрі осы жерде, және биттің өзі жаңа. Сол себепті осы жерде мен мінезімді әлі іздеу үстіндемін. Бірақ шамамен дұрыс бағытта тауып келатқан сияқтымыз. Окей. Ешқашанда болғым келмеген еді гангст. Ұмтылдым балансқа, рухым мен эгомды теңстіп. Артығын аластап, кезінде скилл тым маңызды. Қалу үшін аңыз бұл. Биттен шоқ бізден тамыздық. Мұнда нағыздар. Алып кет стиль тек қарызға. Бәсті кек. Сен басыңа да дәсті кететін кәсіби мәсті. Біз кәсті кетсекті бәрі бір түсінбейсің. Дәуір кейінгіде дәу кейін кейсін деп. Кеткен адамдардың бәрі есімде. Сен дер сол күнде ашқан есіктер, бесіктей. Тербегеннен дерің есептет, жарықтың орнында мені суырып алған терең тесіктен. Ешқашанда болғым келмеген гангст. Ұмтылдым балансқа, рухым мен эгомды теңстіп. Артығын аластап. Жоқ, мынау келмейді. Дәл қазір тыңдап көрдік. Мына жерде менде жеткізу әдісі кішкене шикілеу болып тұрған сияқты. Маған айтып кеткендей, бұл мен таңдаған type beat. Кішігірім BPM жағы онша қатты ыңғайлы емес, бірақ соның өзінде де жеткізу әдісін басқаша көру керек. Басқа амалдату керек. Ешқашанда болғым келмеген еді гангста. Ұмтылдым балансқа, рухым мен эгомды теңстіп. Артығын аластап, кезінде скилл тым маңызды. Қалу үшін аңыз боп. Биттен шоқ бізден тамызды, мұнда нағыздар. Алып кет стиль тек қарызға. Best geek сен. Біз қазір негізінде жеткізу әдісін тауып жатырмыз. Өзіміздің флоуды іздеп жүрміз. Мінез. Ешқашанда болғым келмеген еді гангст. Ұмтылдым балансқа, рухым мен эгомды теңстіп. Жоқ, мынау да келмейді. Тағы көру керек. Ешқашанда болғым келмеген еді гангст. 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 Ұмтылдым балансқа. Ешқашанда болғым келмеген еді гангст. Ұмтылдым балансқа. Рухым мен эгомды теңстіп. Окей, кеттік көрейік. Ешқашанда болғым келмеген еді гангст. Ұмтылдым балансқа. Рухым мен эгомды теңстіп. Артығын аластап, кезінде скилл тым маңызды. Қалу үшін аңыз бұл. Биттен шоқ бізден тамыздық, мұнда нағыздар. Алып кет стиль тек қарызға. Бәсті кейк, сен басыңа да дәсті кететін кәсіби мәсті. Біз кәсті кетсекті бәрі бір түсінбейсің. Дәуір кейінгіде дәу киім кисін деп. Кеткен адамдардың бәрі есімде. Сен дер сол күнде ашқан есіктер, бесіктей. Тербегеннен дерің есептел, жарықтың орнында мені суырып алған терең тесіктен. Тағы да бір рет болады. Мына жерде бір-екі жерде тайып кеткен сияқтымын. Бірақ шамамен осы жеткізу әдісі дұрыс сияқты. Осы мінез келетін сияқты. Ешқашанда болғым келмеген еді гангст. Ұмтылдым балансқа, рухым мен эгомды теңстіп. Артығын аластап, кезінде скилл тым маңызды. Қалу үшін аңыз боп. Биттен шоқ бізден тамыздық, мұнда нағыздар. Алып кет стиль тек қарызға. Бәсті кейк, сен басыңа да дәсті кететін кәсіби мәсті. Біз кәсті кетсекті бәрі бір түсінбейсің. Дәуір кейінгіде дәу киім кисін деп. Кеткен адамдардың бәрі есімде. Сен дер сол күнде ашқан есіктер, бесіктей. Тербегеннен дерің есептел, жарықтың орнында мені суырып алған терең тесіктен. Мынау болды. Бар деп ойлаймын. Енді, мына жерде бізге не керек? Әшейінде біз дауысты басқан кезде үстінен тағы да дабл жазамыз. Не үшін керек ол нәрсе? Өзіңнің дауысыңды кішкене қалынырақ қылу үшін, дыбыстың ішінде сенің даусың жоғалып кетпеу үшін, жалпы кейбір кезде даблмен қолданасың. Егер де өте сапалы нәрсемен жұмыс істейтін болсаң, кейде дабл керек емес болады. Бірақ әшейінде мен дабл жазамын.
Даблды сен жазған кезде негізінде барынша бірінші жазған дубльдан айнытпай жазғаның дұрыс болады. Өйткені ол екеуі бір-бірін қайталап тұрады, бір-бірін толықтырып тұрады. Сенің басында жазған дубліңа дабл көлем беріп тұрады. Неге оны жай ғана копи-паст жасай салмайсың? Өйткені ол бәрібір естіліп тұрады. Сен дабл жазғандықтан ол жерде кішігірім микро айырмашылықтар болады. Сол микро айырмашылықтар сенің даблыңның бар екенін көрсетеді және сенің дубліңа көлем береді. Ешқашанда болғым келмеген еді гангст, ұмтылдым балансқа, рухым мен эгомды теңстіп, артығын аластап, кезіне скилттім маңызды. Қалу үшін аңыз бол, биттен шоқ бізден тамыздық, мында нағыздар, алып кет стиль тек қарызға. Бәстігі сен басыңа да дәстігі түттің кәсібі мәстіпіз кәстігі түкті бәрібір түсінбесін. Дәуір кейінгіді дәу киім кесінде, кеткен адамдардың бәрі есімде. Сендер сол күнде ашқан есіктер, бесіктей тірбеген үндерің есіпте, жарықтың ордана мені сұрып баған терен тесіктен. Біз бэк жазамыз. Ол сен өзің үшін ән жерден бөліп алатын ұйқастар немесе керек сөздері болады. Сол сөздерді бөліп бөлек айтасың. Кеттік. Бэк. Ешқашанда болғым келмеген еді гангст, ұмтылдым балансқа, рухым мен эгомды теңстіп, артығын аластап, кезіне скилттім маңызды. Қалу үшін аңыз бол, биттен шоқ бізден тамызды, мында нағыздар, алып кет стиль тек қарызға. Бәстігі сен басыңа да дәстігі түттің кәсібі мәстіпіз кәстігі түкті бәрібір түсінбесін. Дәуір кейінгіді дәу киім кесінде, кеткен адамдардың бәрі есімде. Сендер сол күнде ашқан есіктер, бесіктей тірбеген үндерің есіпте, жарықтың ордана мені сұрып алған терен тесікте. Байқасаңыздар, осы жолы қатты күрделі бэктер болған жоқ. Мен бэктердің өздерін кішкене қарапайымдау қылдым. Сол себепті бұл зат осы жолы тазарақ болды деп ойлаймын. Енді біз ары қарай эдлипқа көшеміз. Немесе басқа жақта оларды airbag деп атайды, эдлип деп атайды, біреулер фишка деп атайды. Әртүрлі аты бар ол нәрсенің. Ол бізге не үшін керек? Біз қазір хей, фыр деп қуып тұра береміз. Қуып тұрғандай боламыз сырт көзге. Бірақ ол өте маңызды зат. Біз қазір бұл тректің ішінде өзінің атмосферасын жасау керекпіз. Сол себепті осы airbagтер немесе эдлиптер өте керек және маңызды құрал. Кеттік. Ешқашанда болғым келмеген еді гангст, ұмтылдым балансқа, рухым мен эгомды теңстіп, артығын аластап, кезіне скилттім маңызды. Қалу үшін аңыз бол, биттен шоқ бізден тамыздық, мында нағыздар, алып кет стиль тек қарызға. Бәстігі сен басыңа да дәстігі түттің кәсібі мәстіпіз кәстігі түкті бәрібір түсінбесін. Дәуір кейінгіді дәу киім кесінде, кеткен адамдардың бәрі есімде. Сендер сол күнде ашқан есіктер, бесіктей тірбеген үндерің есіпте, жарықтың ордана мені сұрып алған терен тесіктен. Окей. Осы жерде сияқты, тыңдап көрейік. Ешқашанда болғым келмеген еді гангст, ұмтылдым балансқа, рухым мен эгомды теңстіп, артығын аластап, кезіне скилттім маңызды. Қалу үшін аңыз бол, биттен шоқ бізден тамыздық, мында нағыздар, алып кет стиль тек қарызға. Бәстігі сен басыңа да дәстігі түттің кәсібі мәстіпіз кәстігі түкті бәрібір түсінбесін. Дәуір кейінгіді дәу киім кесінде, кеткен адамдардың бәрі есімде. Сендер сол күнде ашқан есіктер, бесіктей тірбеген үндерің есіпте, жарықтың ордана мені сұрып алған терен тесікте. Қазір кеп қалды, окей. Тағы біреу көрейікші. Болды. Содан кейін қоям, шын айтам. Себебі неге? Өйткені егерде сенде бос орын көп болатын болса, онда сенде эдлиптерді лақтыратын орында көп деген сөз. Ал егерде сенде жалпы әннің ішінде флоуында орын аз болатын болса, қыстыратын, ондай болса эдлиптермен де ондай қатты ерігудің қажеті жоқ. Сол себепті мен қазір бос жерлердің бәріне тығуға тырысам, ал бос емес жерлерге артық зат істемей қоюға тырысам. Кеттік. Ешқашанда болғым келмеген еді гангст, ұмтылдым балансқа, рухым мен эгомды теңстіп, артығын аластап, кезіне скилттім маңызды. Қалу үшін аңыз бол, биттен шоқ бізден тамыздық, мында нағыздар, алып кет стиль тек қарызға. Бәстігі сен басыңа да дәстігі түттің кәсібі мәстіпіз кәстігі түкті бәрібір түсінбесін. Дәуір кейінгіді дәу киім кесінде, кеткен адамдардың бәрі есімде. Сендер сол күнде ашқан есіктер, бесіктей тірбеген үндерің есіпте, жарықтың ордана мені сұрып алған терен тесікте. Енді көрейік. Осы жол жақсы болу керек.
No one can stop me. ешқашанда болғым келмеген еді гангст ұмтылдым балансқа рухым мен эгомды теңстім артығын аласта кезінде скилттім маңызды қалу үшін аңыз бол биттен шоқ бізден тамыздық мында нағыздар алып кетістейді тек қарызға бәстігі сен басыңа да дәстігі тіпті кәсіби мәсті біз кәстігі тіпті бәрі түсінбейсің дәуір кейінгіді дәу киім кисінде кеткен адамдардың бәрі есімде сендер сол күнде ашқан есіктей тербеген үндерің есіпте жарықтың орнына мені суырып алған терең тесіктен окей жалпы әзірге демо нұсқа үшін мен ойымша бұл нәрсе окей. Себебі біз дәл қазір өзіміздің мінезімізді іздедік биттің ішінде, шамамен флоуымызбен ойнауға тырыстық, бастапқы дубль жаздық, басты дубль жаздық, дабл жаздық, одан кейін бэк жаздық, одан кейін эдлип лақтырдық. Негізінде кәдімгі әндердің структурасы көбінесе дәл осындай болып келеді. 90% негізі бәрі осылай жазылады. Одан кейін кейде битіп жазып аласың, біраз құлағында тыңдап жүресің, одан кейін өзгертетін нәрселердің бәрі ойыңа келеді. Кейде тіпті сен бүкіл әннің бәрін басқаша қылып қарап, кейде битті ауыстырып тастауың мүмкін, кейде мәтінді ауыстырып тастауың мүмкін, жаңағы эдлип сияқты нәрселердің бәрі жаңадан келуі мүмкін, керісінше эдлиптің бәрін алып тастап, әртүрлі дыбыстарды іздеп, сол дыбыстарды қойып қою мүмкін. Сол себепті ең алдымен мен әшейінде өзімнің демомды жазып алам, одан кейін сол демоны тыңдап жүрем, кейін қандай өзгерістер істейтінімді түсінемін де, өзгерістер істеймін, одан кейін барып ол толыққанды трек болып шығады.